Шай ішіп жүрген пиалаңызбен өлшеп, айран мен жұмыртқадан осындай керемет пирогтар дайындаңыздар. Ең алдымен 2 дана жұмыртқаны бөліп жарасыздар да, жақсылап венчпен араластырасыздар. Негізі миксер қолдансаңыздар тіпті керемет, миксер болмаса, осылай венчпен араластыра бересіздер. Кейін жұмыртқа көпіршік болғаннан кейін үстіне шекер салып, жақсылап тағы бір араластырасыздар. Үстіне пампушка бір сары майын салып жібердім, жақсылап араластырдым. Және де айран 1 стакан, 1,5 пиала көлемде. Және де 1,5 пиала көлемде ұнды салып, жақсылап араластырдым. Достар, осы жердегі барлық рецепт менің YouTube арнамда бар. Соны жіберіп алмаш үшін подписаться қызыл кнопкасын басыңыз. Міне дәл осындай қоспа дайын болады, көріп тұрсыздар. Осыны 180 градуста 20-25 минут пісіресіздер. Менің диаметрім 28-дік. Сіз өз қалауыңыз бойынша 20-22 істесеңіздер және миксер қолдансаңыздар, бұдан да үлкен пышный әдемі пирогтар шығатын болады. Бірақ дәл осы пирогтың өзінің дәмі керемет әдемі шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де қарапайым үй жағдайында осындай рецептер менің каналымда бар. Және де сол видеоларды бөлісіп қойыңыздар құрбыларыңызбен. Және де осы видеодан міндетті түрде сіздерден лайк күтетін боламын. Рахмет.